аузын ашып жатыр екен. Үстінің бәрі балшық. Атырауда жоғалған отбасыға қатысты сұмдық ақпарат шықты. Атырау облысында хабар-ошарсыз жоғалған отбасының ісіне қатысты жаңа деректер белгілі болды. Бұл туралы Алаш.kz сайты хабарлайды. Қазақ Айран YouTube арнасы бұған дейін Жангелдин ауылында жүргізілген түсірілім жұмыстары кезінде кадр сыртында қалған маңызды ақпараттарды жариялады. Атап айтқанда, марқұм Мақсұт Қарабалиннің қарындасы Әдемі Шылмағамбетова жоғалған жандардың туыстарымен болған сұхбат барысында бұрын соңды айтылмаған мән-жайларды ортаға салды. Бұл мәліметтер осыған дейін жарық көрген материалдардың толықтырылған нұсқасы ретінде ұсынылып отыр. Моргке бардым. Өзімнің көзімді жеткізу үшін ағама кірдім. Қолындағы жазуын таныдым. Аузын ашып жатыр екен. Өзімнің ағам, таныдым деп айттым. Үстінің бәрі балшық болды. Беті де балшық. Жуындырмай тұрып көрсетті. Жуындырғаннан кейін көрсеткен жоқ, деді марқұмның қарындасы. Қадірлі көрермендер, бұл істі оқыған сайын жүрек шымырлайды. Марқұмның қарындасының сөздері тіпті ауыр әсер қалдырады. Адамға ең қиыны өз көзіңмен көріп, соған сенуге мәжбүр болу шығар. Әсіресе жақыныңды сондай жағдайда тану кез келген жанға оңай емес. Бірақ осындай сәттерде айтылған әр ақпарат өте мұқият қаралуы керек деп ойлаймын. Себебі бұл жай жаңалық емес, бір әулеттің, бірнеше адамның тағдыры. Қарындасының айтқаны түсінікті. Ол бауырынан айырылған адамның сөзі. Дегенмен қоғам ретінде біз эмоцияға беріліп кетпей, ресми тергеудің қорытындысын күткеніміз дұрыс. Әлеуметтік желіде түрлі пікір айтылып жатыр. Бірақ нақты шешімді заң орындары шығарады. Бұл жерде ең бастысы әділдік пен шындық. Марқұмдардың туыстарына шын жүректен сабыр тілеймін, ал бізге керегі бір-бірімізді айыптау емес, адам тағдырына құрметпен қарау. Осындай қайғылы жағдайлар бәрімізге өмірдің қаншалықты нәзік екенін тағы бір рет еске салады.